Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей туғын артына із қалдырған. Иә, біз әдетте адамның өмір жайлы, адамның тағдыры жайлыға қозғағанда, оның бұл жарық жалғанда жақсы атағымен ғана емес, жан жағына, туған туысқандарына, ұрпақтарына қалдырған тәрбиесі туралда, өнегесі туралда сөз қозғауымыз керек. Бүгін бірімізге асыл ана болған, туған туысқандарының жанашыр жақыны болған, әрине өкінішті. Бүгін анамыздың қайтқан күні. Анамыздың қайтқан күні еске алудың өзі ауыр. Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқ дейміз. Ананың алақаны біз үшін ең жылы үйі. Ананың жаны сондай нәп-нәзік мейірімді. Үлкен әулеттің бәйтерегі деген атаққа ие болды. Түн ұйқысын төрт біліп, 4 ай 9 толғағанда, қиналғанда, Меккеге апарсаң да, ол қиындығынан құтылмайтын үлкен парыз ананың алдындағы парыз. Ең қасиетті, ең құдіретті кім десек біз, әрине, аналар жайлы толғанатынымыз ақиқат. Дүниеде ана деген сөзге ештеңе жетпейді. Әлемнің қаншама сөзі 3 әріптен құралсан да, оның орнын басып, алмастыра алмаймыз. Анашым, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағынды ғана сізді, баршамызда. Жан ана, болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің, тәтті күлкің жанымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандар еске алады, өзіңізбен өткен күндер жанымызда мәңгіге сақталады.